Алдында бір видео салып едім, депозиттерден адамдар көп ақша миллиардтап алып жатыр деп. Соның көбісі дұрыс түсінбеді ғой деймін. Енді не істейміз, теңгелерімізді аламыз ба, депозит дұрыс емес пе деген секілді. Иә, әрине, әркімнің өз таңдауы бар. Депозитте болғаны да дұрыс. Бірақ мен айтқым келгені, ақшаларың көп болса, долларға салыңдар, алтын алыңдар деген секілді. Кім кепіл бере алады? Мынау теңгеміз түсіп кетпейтін, жаңа жылдан кейін инфляция болмайтынына кім кепіл бере алады? Өйткені мынау өзіміздің басшыларға, мынау банктерде отырған Нацбанктың басшысына сенсек, доллар көтерілмейді, теңге мықты болады деп қанша рет айтты. Айтыңызшы, доллар кім есінде 65 теңге болғанда, 150 теңге болғаннан кейін 250 теңге, 350, 400, міне 500-ге дейін жетті. Кім кепіл бере алады ол көтерілмейтініне ары қарай? Соны айтқым келгені ғана. Ал кім қандай банкте сақтайды, депозитте сақтай ма, ол өз еркіні, өз таңдауы. Сосын да тағы да сұрақтар болады. Мен дейді, мынау отбасы банкта нетем дейді, ұстайым дейді банкта, депозиттерде, не ол дұрыс емес пе деген сияқты. Әрине дұрыс. Сіз пәтер аласыз. Әркімнің өзінің мақсаты бар қойған осы өмірде. Сол ақшаларын салған кезде бір мақсаттармен салады. Сол үшін де әрине ешқандай қарсылығым да жоқ, ешкімде қарсы болмайды да деп айтам. Ол банк деген ол керек нәрсе. Өйткені оны мен бәрібір қолданамыз. Бірақ дегенім, айтайын дегенім, наличкаға, тірі ақшаға көшкен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені цифровизациямен ол бізді құлдыққа келеді деп ойлаймын. Өзім пікірім.